Бізге естіп қоғам, бізге сауатты қоғам, бізге жанып тұрған қоғам, білгір қоғам бізге керек емес. Кредитін жаба алмай, қарызда жүріп, ипотекадан ипотека бас көтермей өмір сүргендер жақсы ғой. Арақ туралы бір уағызды біреулер керемет айтады да. Неге десең, кезінде ішкен да. Бұл менің ғана былығым емес, бұл қоғамдағы болып жатқан былық. Заң әлсіз, заң әлсіз. Көріп отқан тыңдармандар айтады, жаңа не қыртып отыр деп. Республика партиясына да мен ұсыныс жасаған бірлесейік деп, өкінішке қарай қолдау таппадым. Өзі былыққа батып, өзі тура жол іздеген адам ғана нәтиже береді. Оларға көмектесетін тек қана қатаң заң. О кинодан мен өзім нақты білемін, 30 бала есін жиып алды. Өзінің ақиқатына өзі тіке қарауға адамдар ұялды ғой дейді. Сендердің ең жақсыларың қарызды көркем түрде қайтарғандарың дейді. 80% жезқазғанның жастар былыққа батып кеткен. Лудоманияға лотоға кіріп кеткен. Қазақтың ең қиыны, оянған қазақ қиыны. Қайырлы, Алматының кешінде қасымызда Бағлан ағамыз бар. Әшкере YouTube арнасында сіздермен бірге Алаяқ нет жобасы, оның жүргізушісі мен Нұрсұлтан Орынбеков. Бағлан ағамыз қанша лудомания туралы айтпаймын, болды, шаршадым дегенде қарамастан Алматыдан осындай уақыт тауыпқаныңызға рахмет. Оқасы жоқ. Енді жаңағы эфирге дейінгі әңгімелердің төркінінен енді бізде енді былай айтқан кезде таңғалудамыз. Енді жалпы енді қазір әлеуметтік желіде болсын, қоғамда болсын өте өзекті мәселе екенін біз баса айта аламыз. Себебі лудомания дертіне шалдыққан 4000 адам бар дейміз, алаяқтарға алданған 20 мыңнан астам арыз бар дейміз. Бірақ соның барлығы неге азаймайды деген бізде бір орынды сұрақ туындайды да. Оның үстіне киноларыңыз прям актуальны тақырыптың үстіне түсті. Халықтың қошеметіне де ие болды деп ойлаймыз. Енді ол жағынан біз өзіміз куә болдық. Сырт көз сыншы ғой айтқанмен. Сондықтан енді аға осы туралы айтайық. Неге бізде елімізде лудомания азаймайды? Сіз қанша 5 жылдан бері осы тақырыпты алғаш көтергендердің бірі сізсіз негізі? Кинодан бұрын 2018 жыл қойдым, шатаспасам мен Аман Тасығанға берген сұхбатта елдің бәрі сол кезде таң қалған. Менің үйдегі келіншегім, ағаларым, бауырларым, әкем марқұм тірі еді мысалға да, солар таң қалған. Неге сен өзіңнің былығыңды елге жайып салдың деп. Сол кезде мен айтатын, бұл менің ғана былығым емес, бұл қоғамдағы болып жатқан былық. Біз сияқты қаншама жігіттер адасып кетті да, соның шығатын жолын таппай жүрді. Мен не үшін кітап жаздым, өйткені мен шынымен бұл тығырықтан шығу үшін мен бір жол іздедім да. Сосын кейін мен имамдарға бардым, психологтарға бардым, бірақ олар маған түк әсер берген жоқ. Неге? Өйткені олар менің тілімде сөйлесе алмады. Имамдар шариғат тілімен айтады, психологтар психологиялық терминдермен айтады. Бірақ екеуі де ол былыққа батып кіріп көрмегеннен кейін ол ішкі жан дүниеңе тіке түсе алмайды. Бастарынан өткен жоқ дейсіз ғой. Иә. Мысалға айтатын болсақ, арақ туралы бір уағызды біреулер керемет айтады да. Соныңкі күшті әсер береді. Неге десең, кезінде ішкен да. Сол сияқты бұрын ғұламалар айтқан ғой, жаңағыдай бір ғұламаға кеп, мен балам тәттіні жақсы көреді, осыны емдеп берші деген кезде, оны жарайды, онда 40 күннен кейін келіңдер деген. 40 күннен кейін келген, соған дем салып емдеп берген. Неге сол 40 күн бұрын келгенде осы демді салып бере салмадым десе, о кезде мен өзімді балды жақсы көретінім дейді да. Дәл сол сияқты бізде бастапқыда осы қоғамға айттым, бұның сырты жылтыраған менен түбі азап екенін айттым. Қаншама жігіттерменен тікелей кездесулер өткіздік. Жол сұрап, көмек сұрап келгенде мен ақшалай көмек бермесем де, ақылмен көмек бердім. Ақылмен көмек беріп, тығырықтан шығу жолдарын көрсетіп бердім. Біраз жігіттер кәдімгідей тура жолын тауып алды. Бағлан аға, не себепті шаршадыңыз айттыңыз, жаңа сөздің басында мен айтып шаршадым деп. Оған ол киноның да қатысы бар ма, әлде жалпы бұл айтқан кезде қоғамдағы азаймай айтқан ма, не себеп болды сіздің шаршадым деген сөзіңізге? Менің ойымша, мен өз тәжірибемнен айтайын, кімдер нәтижеге шығады? Өзі былыққа батып, өзі тура жол іздеген адам ғана нәтиже береді. Ал енді сол былықта жүргеннің әкесі жекелеп әкеле ма, анасы жетектеп әкеле ма, жоқ әйелі зар жылай ма, оған түк әсер етпейді. Былықта жүрген адамға түк әсер етпейді. Сондықтан сен идеологиялық тұрғыда кино түсіресің ба, жоқ 1000 сұхбат бересің ба, түк нәтиже бермейді.
оларға көмектесетін тек қана қатаң заң, сосын ашты таяқ көмектеседі негізінде. Біз заң әлсіз дейсіз ғой, негізі біз. Заң әлсіз, заң әлсіз. Сондықтан көп жан-жақтың бәріне шектеу қойып тастау керек. Сол кезде ғана адам есін жияды. Мысалға енді ол қалай? Адамдар не үшін соңына дейін ол сол былыққа батып кетеді? Мысалға бір адам барып ойнайды, ермек барып ойнайды дейді. Ермектің жасы 38-де. Ол барып ойнайды, өзінің дүниесін ұтылғаннан кейін аппаратта кепілдікке өзінің үйін қояды. Үйін қояды, көлігін қояды. Дәл осындай сәттерде, мысалға, заң мынандай болса да, бір өзіңнің үйіңді кепілдікке қойын деп отырған кезде, сондай заң болса да, сен әйелің қарсы ма, қарсы емес пе осыған? Мысалы, қазір үй алатын болсаң, үй сататын болсаң, ерлі-зайыптылар міндетті түрде қол қойғызады ғой. Сол сияқты кепілдікке алатын затқа сен әйелің подписі керек дейтін болса. Қазір ондай жоқ бізде? Ондай жоқ қой. Сосын кейін нелегальный деп айтамыз ба, заңды ғой енді барлығы, бірақ бұрыш-бұрыштан өздері нотариус ашып алып, осындай дүниемен де айналысып жатқандар да бар да. Мысалы, әйелі жоқ па, әкең біле ма, шешең біле ма деген сияқты сол жан-жақтан қыспаққа алатын болса, бұл да бір шешімнің жолы дейсіз ғой? Шешімнің жолы, ол енді түбегейлі құрта салу деген меніңше қиынның қиыны, өйткені ол үлкен бизнес ол. Сондықтан ол ақша жүріп жатқан жерде жақсы налог төлеп жатқан ғимараттарды былай біз айтып, деп жаба салу. Идеология да көмектеспей қалады дейсіз ғой? Бірақ енді сіздің киноңыз, екі киноңыздың куәгері болдық, тамашаладық. Соңғы Зеро қарызды да мысалға проблеманы кәдімгі іштей көрсетіп, шешім жолдарын ұсынғаныңыз өзі бір 100 болмаса да бір 100-дің 10-ын құтқарды деп ойлаймыз. О кинодан мен өзім нақты білем, 30 бала есін жиі болды. Бір кинодан. Енді Шәкәрім атамыз айтады ғой, енді қайтсем пайдам деп. Тірі жүргеннен кейін, өлгеннен кейін не болам деген сияқты. Әр есті адам өзінің ақыретін ойлайды деп ойлаймын. Әр қайсысы түзу жүріп сұлу қартайғысы келеді. Жақсы, менің киноларым бір кассалық нәтиже бермесе де, енді Аллаға шүкір мұсылманбыз ғой. Ақыры жақсы болса деген бізде үміт бар. Қайырын көрем. Қайырын мен білмеймін, мен қазақ айтады, жастығымда пейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді. Қазір бізде Алла тағала күш қуат бергеннен кейін біз енді әрекет жасап жатырмыз. Бұның нәтижесін, бұның наградасын мен білмеймін, ол өмірімнің соңында көрем ба, жоқ, ақыретте көреміз ба, енді оны бір Алла біледі. Енді кейбір жеткен жетістіктердің барлығы, жеткен нәтижелердің барлығы ол біздің уақытта қазір ақшаменен өлшейді, кассаменен өлшейді. Кейбір дүниелер бар, құнынан жоғары болатын құнды дүниелер ол кассаға қарамайды деп ойлаймын. Енді қазір мына әзіл көп, біздің қоғам бір әзілге, жаңағы жеңіл әзілге құмартып, енді оны да бір деңгей көтеріп жатыр дейміз. Енді киноның мысалында елдерге мысалға қаншалықты ол маңызды болып тұрса да, проблеманы көргісі келмейтіндей бір атмосфера бар сияқты да. Бар. Ондай бар сияқты. Енді мына қарыз киносынан өзіміз анализ жасап отырмыз ғой қазір. Мен де қарызбын, анау да қарыз, анау да сіз де қарызсыз. Қарызбыз бәрімізде. Елдің бәрі қарыз, сол екі таңдау болатын болса, мысалға біз бір комедиямен біздің кино қатар шығып тұрды ғой. Мен ойлаймын, сонда адамдарда таңдау болатын болса, қойшы қарыз екенімді білем деп өзінің ақиқатына өзі тіке қарауға адамдар ұялды ғой деймін. Ұялды. Одан да, и так-то мен проблемам жетеді, одан да бір сәт болса да кішкене бала шағаммен барып көңіл көтеріп комедия көріп қайтайыншы деп. Комедияның пайдасы сол жерде қалды ғой енді. Бір сәттік дофамин гормонын бөлді, бірақ мына жақтан енді ой түйдік мысалға. Менің мына іштегі, мен енді көп естиміз мысалға, сіз сөздің басын айтып қойдыңыз, мешіттен де естиміз, айтамыз. Қарыз беруге деген ниет болса болғаны, қарыз болса ниет деген, қайтаруға кезде ниет болу керек, алатын кезде деген сияқты нәрсені естіп жүрміз, бірақ бір киноның бір ғана деталі, бір ғана кадры менің санама, жүрегіме сіңдірді, сол айтып жатқан дүниеңізді. Қарызға, сіздің сөзіңізбен келеді, актердің сөзінде, қарызды қайтаруға ниет болса болған екен ғой деген. Сол нәрсе маған кинода әсер етті мысалға, соны мен содан кейін оқырмандарыма да бөлістім. Құрметті оқырмандар, осындай нәрсе. Енді содан кейін ізденіп барып қарасам, пайғамбарымыздың хадисі бар екен. Қалай дейді? Сендердің ең жақсыларың қарызды көркем түрде қайтарғандарың дейді. Сондықтан да осындай құнды өмірге азық болатын дүниелерді алатын осындай енді трагедиямыз, драма дейміз, оның ішінде бірақ әзіл де болды, жарасымды бүткіл дүниесі болды. Сол атмосферасына қаштау деймін адамдар, сол киноның. Мүмкін ол тікелей атауына да байланысты болуы мүмкін. Енді бұған түрлі факторлар бар. Екінші, мен өзім ойлаймын, бұл чересчур крутой фильм болып кетті деп ойлаймын.
қалай сонда ол? Енді біз тек қана лудомания тақырыбын қозғаған жоқпыз ғой. Бұл жерде қарыз, сосын кейін отбасыдағы әйелдің құндылығы қандай, ерекше балалар. Алла тағаланың берген балдары ерекше болады, немесе бүтін бала болады. Солардың қадір қасиеті қандай, біз қандай нәрселердің байыбына бара алмай жүрміз, соңы неге апаратынын, жалпы адамның негізгі, ол шариғатымызда да айтады, адамның басына келген қиыншылық екі қолды жасаған күнәларынан дейді. Біз осы кино арқылы соны да көрсеткіміз келді. Кино арқылы сатқындықты да көрсеттіңіздер әдем. Сатқындықты да көрсеттік. Оның бәрі сол біздің айналамыздағы болып жатқан нәрселердің бәрін көрсеттік. Сондықтан тақырыбы өте терең, диалогтарын алып қарасаңыздар да, анау қасапшының рөлін сомдайтын сол маған келеді. Баги бұл өмірдің шындығы, жалғандығы дей ме деп келеді. Мысалы, сондай сөздер бар. Мен ойлаймын, сол кішкене қорытамай қалған шығар. Иә, ол жағынан бар енді. Театр актерлері ойнады ол жерде. Қорытамай қалды деп ойлаймын. Бірақ енді есті адамның есін жиғызатындай әңгіме айттыңыздар. Негізі кино өте үлкен еңбек жасалды. Енді оқырмандар да келсе жатар, үлкен жұмыс жасалды. Негізгі бір іштеріңізде ниет болса, қоғамға пайдалы болады. Ол ниетке жеткен сияқтысыздар енді кассадан бөлек. Енді бағана айттық қой, Шәкәрім атамыз айтқанда, қайтсем пайдам деп. Мен енді өзім 20 жылдай бер аса сахнада жүрмін ғой, ән айтып. Мен осы әнде жүре берсем де болар еді, бірақ ән арқылы мен ойлаймын, елге, қоғамға бір тілімді сындырмай, орысшаға бұрмаламай, таза қазақша ән айтқаным, және де жігіттермен 20 жылдан аса бірге жүргенім пайдалы шығар. Жеке басыңызға. Жеке басымызға пайдалы шығар. Бірақ ол мен үшін аздық екенін мен сол анау ақ пен қара кітап жазылған кезде сездім. Неге десеңіз, біз бағытты қайдан аламыз? Біз Абайдан аламыз бағытты, біз Шәкәрімнен аламыз, біз Мәшһүр Жүсіптен аламыз, біз алаш зиялыларынан аламыз. Сондықтан қай зиялы тұлғаларды алып қарасаңыз да, біз енді олар біздің ата бабамыз, біз солардың ұрпағымыз, біз текті қазақпыз деп бүкіл қазақ айтады ғой, кеудесін ұрып тұрып. Сондықтан бізде солардың бірі болғаннан кейін, енді болмасаң да ұқсап бақ дегендей, бізде сол кісілердің ізін жалғасақ, осы өзіміздің заманымызда, әйтеуір шамамыздың келгенше, осылай болса да бір пайда берсек деген ұстаным болғаннан кейін, мен ойлаймын, осы жүк ауыр болып жатқан шығар. Өйткені Шәкәрім атамыздың өзі, мысалға, философиялық тұрғыда қаншама жақсы дүниелер айтты, бірақ соны өзі 75 жасында ма, 74 жасында ма өзінің туысқанын атып құдыққа лақтырып жіберді. Мысалы, Абайды өзінің туысқандары сабады. Мысалға айтып отқанда, алаш зиялыларының өзі бірін-бірін сатты, мысалға. Қапезді жер айдатып жіберген өзінің қазақтары, мысалға. Сол сияқты қай зиялы тұлғаны алып қарасаңыз да, туралыққа шақырған кезде, пайғамбарларымыздың өзіне ислам дінінен шақырған кезде тас атты оларға, не қандай зәбір көрсетпеді. Сондықтан енді ол жақсылыққа шақыру жолында мен өзім солай ойлаймын. Мына көріп отқан тыңдармандар айтатын жер, не қыртып отыр деп. Әсіресе мына TikTok'та неде келген кезде адамдар жазатынға қарап айтып отқаным ғой. Қыртып отыр деп ойлайтын шығар, бірақ мен өзімнің ұстанымым пайдалы дүниемен айналысу. Бұл ұстанымыңызға сіз жан-жақты келген сияқтысыз. Кәдімгі әдебиетті де зерттеп, жалпы киноны арығын да зерттеп, қоғамды да әлеумет тану дейміз ғой. Жан-жақты қарағандарыңыз көрініп тұр да. Тақырыпқа өте мысалға саналы түрде келген екенсіз. Қоғамға енді бұндай идеологиялық дүниелер бірден пайдасын бермесе де, алдағы уақытта жаңа ұрпақ тәрбиелеуге, жаңа айтып отырсыз ғой, 30 бала өзі есін жиды деп, 30-ның тағы да 30 досы бар, сөйтіп бір күн 90 болады, сөйтіп көбейеді ғой оның ретінде. Сондықтан да былай бүгінгі сұхбаттың барысынан осы мәселеге тереңнен зерттегеніңіз көрініп тұр. Өйткені лудомания тақырыбы болсын, енді өзіңіз сөздің басында айттыңыз, бұны басынан өткізбеген адам түсінбейді деп. Оны басынан адам өткізбеген адам оны көрсете алмайды да. Өз рөліңізбен, өз киноңызбен, ойыңызбен үлкен ой салдыңыз деп ойлаймын. Сондықтан да жаңа келген кезде шамалы жабырқап қалдық та енді әңгімеңізді, бірақ енді ойлаймын, енді бұл сіз үшін не емес шығар, кедергі емес шығар алдағы уақытта. Сіз енді ана киноның кассасын естіп неғып қалған шығарсыз кішкене. Енді мен де бір 2-3 күн мазам кетті, бірақ жан-жағыма қазір кішкене қарыз туралы тақырыпты көтеріп, мен қазір командаға жан-жағыма қарыз болып тұрмын дәлгі уақытта. Енді Аллаға шүкір, ең басты байлық денсаулық қой. Денсау адам, мен бәлкім әлі ақша жоғалтқан мен не ғой, басым жоғалтқан жоқпын деген әңгіме ғой. Өте дұрыс. Басым аман болса, әлі талай идея келеді.
дені сау адамға дүние бітеді ғой. Енді ол қалай дейтін болсаңыз, мен қарапайым ғана бір жолдармен ғана түсіндіріп берейін. Әр нәрседе бір қайыр бар. Мысалға кезінде біз құмар ойын ойнап жүрген кезде, мен басымды тасқа соғып, дүниеден баз кешіп түңіліп жүрген кезде, маған сол кезде кісілер айтады, не денің сау болса дүние бітеді ғой деп, бас аман болсын деп. Мен ойлайтын, қалай ол? Қазақ не үшін айтады? Бәріне уақыт емші деп. Сон басты байлық денсаулық деп ойлайтын. Мысалы сол уақыттарда, сол замандарда суицид жасап кеткен, немесе бір денсаулығын беріп қойған, ішіне күйік түсіп кеткен қаншама жігіттер бар да. Бірақ содан аман есен шығып, бұның қайыры қайда деп іздеп жүрген кезде, бұның қайыры шынайы мойындауда болды. Ол мойында, ол сол берген сұхбаттарда, сосын тәубеге келу болды. Тәубеге келу деген ақ пен қара кітап жазылды. Мысалы енді былайынан қарасаңыз, бір ертегі сияқты казинодан киноға келуіме анау түрткі болып тұр да маған. Проблемадан сіз не еттіңіз деген, пайда еттіңіз деген. Иә, яғни шынайы мойындау арқылы проблемадан казинодан киноға келдім. Енді кином, енді мен ауыз толтырып мақтанып айта аламын, драматургия жағынан, режиссерлық жағынан, актерский тапсырмалар жағынан, кез келген жағынан біздің кино ұялмай бір әлемдік деңгейдегі фестивальдерге де қатыса беретін кино. Осы туралысынан біз білгіміз келеді, осы прокатқа енді аз ғана уақыттар қалды. Бәлкім біз сұхбатымыз шыққанша прокаттан шығып қалар. Жақын күндер тоқтайды. Иә. Енді ол кезде ары қарай киноның несі қалай болады? Мысалға, бізден Оян қазақ фильмі осылай бір уақыттар кассада тұрды, кейін бір елдің сұрауымен, халықтың сұрауымен қайта кассаны шығып, кассаны жарды. Бәлкім сондай да бір әрекеттер жасала ма? Болмаса сөзіңіздің соңында айттыңыз, прокат емес, жаңағы әлемдік бір кинофестивальдарға қатыстырамыз ба деген, сол туралы бір аз кеп жоспарыңызды айтып жіберсеңіз. Енді бұның қайыры қай жақта дейтін болатын болсақ, мен былайынан түсіндіріп айтып берейін. Бұл кино прокаттан көрермендері аз болғанменен, ертең мен білмеймін, телеграмға салам ба сатып, болмаса ютубқа шығарам ба, мен ойлаймын, кемі 20 миллион көрермен жинайды бұл кино. Неге десеңіз, адамдар қайтеді, адамдарға сенің басында осындай проблема бар деп айтсаң, қашады адамдар. Енді ақыр кинотеатрға баруға дәттері шыдамады ма? Енді телефоннан алып, ең құрғанда дейсіз ғой. Ең құрғанда өзімен өзі отырып көреді бұны. Өзімен өзі қалып. Өзімен өзі қалып, яғни өзіне разбор жасайды, өзіне анализ жасайды. Сосын кейін басында проблемасына өзінің ұқсастықтарын тауып, шешімін тауып, солай жасайды деп ойлаймын. Сондықтан бұл бір ма, екінші мәселе, бұл тақырып туралы ешкім кино түсірмейді. Өйткені неге түсірсе, касса жинаса сол қарыз кино жинайтын еді ғой. Значит, бұл тақырыпқа біз жоламаймыз дейді да. Сондықтан мен ойлаймын, өзімнің жеке өз басым, және Жандостың, режиссер Құсайыновтың, біз өзімізге өшпес бір мұра ауыз толтырып айтатын, ертең кәрілік келген кезде еңсемізді көтеріп, мен осы нәрсені істедім. Сіздер мемлекет миллиардтап бөлінген сфера ғой енді, мысалға біздің жобада сол бір гранттың бір мүшесі, сол үлкен қаражаттың. Сонда сіз бір фильмге сыйдырдыңыздар деп ойлаймын. Неше жылдан бері айтылып жатқан мәселені лудомания деп жатыр, мәжілісте де қалай айтылып жатыр. Негізі жақсы қозғап отырсыз қазір, айта кетейін, айта беріңіз. Депутат сауалдар жасап жатыр. Енді қарап отырсаңыз, имитация дейді ғой, бәрі жасалып жатыр да. Қарсымыз деп, лудоманияға қарсымыз. Жаңа заңдарда қабылданып жатыр. Бірақ ол заңмен қатар идеологияны егер мемлекет жалпы негізі дұрыс бағытын көрер болса, осында киноға мүмкіндік мемлекет тарапынан қолдау керек деп ойлаймыз да. Мен енді бұны шынымды айтсам, республика партиясына да мен ұсыныс жасаған, бірлесейік деп. Өкінішке қарай қолдау таппадым. Екінші мәселе, дәл осындай тұрғыда мен ойлаймын, біздің мәдениет министрлігі де бұл ақпараттан құралақан емес деп ойлаймын. Сондықтан менің парақшам бар, әлеуметтік желілерде мен оқитын, білетін, қай бағытта жұмыс істегенді көретіндер де бар шығар. Сондықтан енді шынындап келгенде мен қолдауға кәдімгідей зәру болып тұрған уақытта енді мен Қасым-Жомарт Кемелұлыға, біздің президентімізге хат жаздым. Егер осы хатым осы тек президент қана қолдамаса, қалғандарынан мен ойлаймын, қатты бір жәрдемде күтіп жатқан жоқпын. Президентке хат жазған себебім, сіздің бастаған бастамаңыз осы лудоманиямен күреске біздің де өз қаражатымызға осындай бағытты тақырыпта біз идеологиялық тұрғыда өз қаражатымызға жұмыс жасадық. Прокатта бізді белгілі бір кедергілер болып тұр.
егер сіз қолдайтын болсаңыз, көрермен көп көретін болса, сіз бізге қолдау көрсетсеңіз, онда ақпараттық қой бұл жерде қолдау, қаржылай емес қой, ақпараттық қолдау. Ақпараттық қолдау бізге жаңағы айтып жатқанымыз көрермен көп көрсетілуіне. Ол бір. Енді ары қарай екінші мәселе пендешілігін мойындау керек. Мен мысалы 200 миллионнан аса ақшаның күлі көкке ұшып тұр да қазір. Сондықтан айналамада алған азаматтардан да абыройменен қалғым келеді да. Сондықтан сондай бір қолдау білдіре ма дегенде мақсатта жазылған. Мен ойлаймын, енді біздің хатымызға жауап келеді деп ойлаймын. Бәлкім біз үнімізді немесе киномызды, енді мемлекеттік қызметте жүру оңай емес қой ол. Сан түрлі мәселелер. Мына киноның прокатта бір еліміздегі үлкен бір атышулы мәселелер, жағдайларға тура келіп қалды. Су тасқыны дейміз, Бейсенбаевсы дейміз. Енді оған бірден бір фактор, өйткені қазіргі уақытта біз кино көрсетіп жаттық. Киноға келуші көрермендердің саны мүлдем төмен. Мүлдем төмен. Сондықтан ол да енді сәл мемлекеттік дәрежеде, деңгейде бір қолдау беретін болса, меніңше мен ұялмаймын бұл кинодан. Оның не үшін десеңіз, мысалы Қырғызстанда бүгін настроение көтеріліп қалды. Руслан Акун деген режиссер бар. Қазір бүкіл СНГ-ні шулап Пейш деген киносымен. Иә. Сол біздің трейлерді көрген. Сөйтіп осы киноны қырғызшаға толық аударайық. Сөйтіп мына проблема біздің елде де бар, осыны бізге көрсетейік. Бәлкім қайыры сол Қырғызстаннан. Білмеймін, ол қайыры сол сияқты. Сондықтан егер қырғыз ағайындар көріп, кәдімгідей бір алғысын білдіріп, Қырғызстан шулайтын болса, өзімізге сын болады ау. Сын болғанда бізде қайтадан екінші толқын оянуы мүмкін. Біз қалай жіберіп алдық мына киноны деген сияқты бір резонанс тудыратын болса, мен пенде болғаннан кейін енді жасаған еңбегіміз ақталса деген ой ғой. Сол кезде өңір-өңірден жастарымыз жиналып, кәдімгідей бұл киноға талап қоятын болса, ол қайтадан көрсетілу қатты қиын емес. Мысалға кеше Орал қаласы өте кеш қозғалды. Мынау әскери военный частарда суицид деген өте көп. Солар бір себебі осы лудомания болып тұр. Лудомания, бір себебі лудомания. Мен әскери бөлімшелерде бұл туралы тақырыптар бойынша талай кездескен, бұлардың ішкі статистикасында хабардармын. Орал қаласының әскери бөлімшелерін кәдімгі бір жеке кәсіпкер азамат қаржыландырып, әскерилерді апарып көрсетті. Сол жердегі әскерилер кәдімгі менің дайрегіме жазып, алғыстарын айтып отқандар да барды. Дәл осы жерде туындаған ой, Бағлан мырза, енді бұл сұхбатымыздың тақырыбында да бір қатысы болуы мүмкін. Жалпы лудомания, оның насихатталуы, оған қарсы күш деген мағынада сұхбат жүргізіп жатырмыз ғой. Бәлкім енді мемлекеттен қайыр болмады делік. Не себепті жаңа кәсіпкер кісілер деп айтып қалдыңыз. Бізде краудфандинг деген керемет мәселе не бар да, мүмкіншілік. Краудфандингпен осындай мектептерге, тіпті енді болмаса жаңағыдай қазір енді лудомания дерті оқыған мемлекеттік мекемелерге, әскерилерге деген секілді краудфандинг арқылы ұйымдастырып, ары қарай осыны прокатны халық арасында өзіміз жасап жүрсек қандай керек? Егер маған жеңіл болады, егер мысалға Жезқазғанның азаматтары маған тікелей хабарласты. Лудоманияға байланысты біз кездесу жасайық деді. Сосын мен айттым, кездесу жасаудың қажеті жоқ, қазір бізде осы тақырып бойынша кино прокатта жүріп жатыр. Сонан Жезқазғанға барса бұл кинотеатрда жоқ қой. Сонан енді барып сұрамаймын, неге қазір прокатта жүріп жатыр екен, бізде неге жоқ десе, сонан сол кинотеатрдың басшылары айтқан, бізге бұл кино тапсырма берілген жоқ, яғни бұл кино касса бермейді. Сондықтан прокатқа біз бұл киноны алған жоқпыз деп. Енді бұлар талап еткен. Сонан талап еткен, мен бекер бұларға не деппін, қажет емес деп. Енді бұлардың бәрі Жезқазғанның азаматтары не үшін шулап жүр? Мысалға Жезқазғанда не бір кеңінен спорт кешендері жоқ, ойын сауық орталықтары жоқ, өте аз. Кітапханаға жастардың уақытын өткізетін жер жоқ. Жастардың уақыт өткізетін бір жерлер өте аз. Мысалға жастар жиналып алып футбол ойнайын десе, түнгі 2:30-ға дейін кезекте тұрады. Осындайдың кесірінен 80% Жезқазғанның жастар былыққа батып кеткен. Лудоманияға батып кеткен, лотоға кіріп кеткен. Енді апарып киноға апарып көрсетейін десе, кинода мынандай жауап беріп тұр.
сонымен бұлардың бәрі жиналып кәдімгідей Жезқазғанның жаңағы кинотеатр басшыларынан жағасынан алғысы келген ғой, үйтеміз деп. Сосын енді бізде енді кішкене ұяңдық бар ғой енді. Жоқ, қажет емес деп. Егер сол кезде солар сол бір жерді шулатқан кезде тағы да бір біздің көрермен бұл не кино, бұлар неғып шулап жатыр деген сияқты жан-жақтан жігіттер оянатын бет, бас көтеретін бет деген сияқты мәселелер ойландырды да. Бәлкім сол жақсылыққа болатын деді. Енді әркімнің туған жері өзіне дейді ғой, енді осы Шымкент туралы да айта кетейін. Біздің Шымкентте де ойын сауыққа өте құмар. Енді мысалы туған жер Шымкент толық осы киноға барып қолдау білдіргенде, ана елдің баласы ғой деп. Мысалға сүйсінесің, Батыс Қазақстанның балдары, өнердегі жүрген азаматтар бір дүниеменен айналысатын болса, жаппай оны қолдайды. Жалпы Батыс Қазақстан ешкімді бөліп жармайды, әсіресе мына кино саласында осы 3-4 өңір қазақтың киносына қатты қолдау білдіреді. Бірі қалмайды кинодан. Ал енді өзінің жергілікті балдары сондай бір өнерменен айналысатын болса, сондай бір туындыны шығаратын болса, екі есе қатты қолдайды. Сол сияқты Шымкентте үлкен ел ғой. Бірақ енді өкінішке қарай Шымкент жақтың бәрі енді ойын сауық, той томалақтың мекені болып кеткен. Неге деген сұрақ осы сұхбатқа келгеннен бастап бір ойда болды. Менің ойымша енді осы лудомания біреуге ол пайда. Сол пайданы көздеген адамдардың мүмкін лобби дейді, көрінбейтін бір лобби жасаған сияқты. Мына киноның таралуы біздің жұмысымыз, клиенттеріміз азайтып деген сияқты. Мінекей біз о бастан білеміз ғой, бізге естіп қоғам, бізге сауатты қоғам, бізге жанып тұрған қоғам, бізге білгір қоғам бізге керек емес. Өзімен өзі әлек болып кредитін жаба алмай, өзімен өзі кредитін жаба алмай, қарызда жүріп, ипотекадан ипотека, бас көтермей өмір сүргендер жақсы ғой. Бізге сондай қоғам керек та. Енді ол, мен ойлаймын, мысалға бұл комедиялар, көңілді кинолар, бізді комедияларда жақсы комедиялар шығып отыр ғой. Олар бізге, біздің қоғамға қауіп келтірмейді. Ойлануға мүмкіндік бермейді. Біреудің бизнесіне әсерін етпейді. Ой түюге, бір шешім қабылдауға ешқандай жол насихаттамаса да, жанры ол бәрібір көңіл көтеру. Енді мынау ұлтқа қатысты мәселелер болатын болса, ол қазақтан өзі қорқады негізінде. Қазақтың ең қиыны оянған қазақ қиын да. Қай заманда да. Оянған қазақ қиын. Сондықтан жалпы маған келген кедергілердің болуы әбден мүмкін. Мысалға, сіздің бір-екі ойын ойнайтатын аппарат бар дейікші енді. Аппарат, орталығыңыз бар. Клуб демей-ақ қояйықшы. Орталығыңыз бар, бір-екі клубыңыз бар. Сізде жылына келетін 1 миллион клиентіңіз бар, тұрақты. 1 миллион клиентіңіздің ішінде Яндексті айдап жүретін таксистер, жүргізушілер, осы лудоманияға шалдыққандар жылына 5 миллион теңге әкеп береді. Ойлаңыз, қарапайым такси жүргізушінің өзі бала шағасын аузынан жырып, 24 сағат таксовать етіп жүріп, жылына 5 миллион теңге әкеп береді. Яғни сіздің бизнесіңіз сол арқылы жүріп жатыр, сіз күшті налог төлеп жатсыз. Сол үшін мен президенттің көмек сұрағаным сол да. Енді ол мәжілістің деңгейінде де лоббилар болып жатыр ғой, депутаттар екіге бөлініп, біреу қолдады, біреу қолдамады деген. Ал жеке өзіңізге осындай бір хабарласқан адам болды ма, осы киноны шығармай-ақ қойшы, мен саған сол киноның ақшасын бере салайын деген сияқты. Соған сынды, соған ұқсайды. Жоқ, олар хабарласпайды, олар басқаша маған шабуыл жасады. Бір атау өзгеріп кеткен казино. 30 секунд жарнамаға 30 миллион теңге ұсынды. Киноның ішінде? Жоқ, жалпы осы кино сіздің парақшаңызда, парақшама да салмаймын, барамда солардың парақшаларына, солардың жаңағыдай бейне роликтеріне, электрон роликтеріне шығып тұру үшін 30 секундтық рекламаға шақырды, соған 30 миллион берді. Береміз деді. Береміз деді. Сосын ойланып қалған соң, өзің казиноға қарсы кино түсіріп жатырмын. Мынаяқтан казино ұсыныс білдіріп жатыр дейсің ғой. Енді олар да мен ойлаймын біліп тұр ғой, өйткені Больді біліп тұр ғой. Больді біліп тұр. Егер мен сол жарнамаға түсетін болсам, бүкіл ел шулайды. Шулағанда да енді біздің бетіміз қалың болатын болса, онда өзім өмірім ғой. Маған да ақша керек, өлеміз ба деп алып ап жаратып, мысалға. Білдірмей жүруге де болатын еді мысалға бәрі. Жоқ, бәрібір ол жарнама шығып кетеді ғой. Жүре беруме де болатын еді, бірақ
әзірге мысалы мен елдің арасында жүргеннен кейін арымды сатқым келген жоқ. Сол үшін мен оны бас тарттым. Ертең анау өзі айтып жүр, ертең өзі ойнап жүр, өзі жарнамаға түсіп жүр дейтін болатын болса, ол мына кинода шыққан казино атаулары ол қазіргі таңда жоқ казинолар ғой негізі. Жоқ казинолар ғой. Кейбір елдің арасында енді елдің аузына қақпақ бола алмаймыз ғой, естіп қаламыз да. Олар осындай арқылы жаңағыдай казинолар жарнамалады деген сияқты нелер. Жоқ, олар мынау тізіліп тұрған казинолардың біреуі мені кіргізбейді ғой қазір. Бағлан Абдырайымов десе төбе шаштары тік тұрады бұлардың. Кино түсірген кезде байқадық қой, біз жабылып қалған уже керегі жоқ казиноның есігін ашып, ішін бәрін түгел локациясын жасатып, қолдан жасап сөйтіп түсірдік қой. Мысалы ол біздің командамызда көрді ғой. Алдына барып қалсақ, күзетшілер атып жығады. Территориясына жолатпайды ғой, ана хабарындарында. Кәдімгідей охраналарын күшейтіп, жақта кино түсіріп жатырмын, біздің территорияға кіріп кетпесін деп. Зиян тимесін дейді ғой. Енді әңгіме көп оны. Көп, енді бірақ бір сұхбаттың аясына сыйдыра алмаймыз, бірақ құрметті оқырман, бүгінгі біздің бағдарламамызда Бағлан Абдырайымов мырзаның осы лудоманияға қарсы идеологиялық тұрғыда үлкен жұмыс атқарып жатқанын терең зерттегенін көрдік. Осы видеоның басынан көрсеңіз, осы видеоның соңына дейін көруіңізді сұраймыз, себебі екі өмірге де азық болатын дүниенің көбісін айтты. Киноға қандай кедергілер болды, лудоманияның жойылмауы кімге пайда алып келеді, соның барлығын әшкере YouTube арнасында Бағлан мырза әшкересін шығарды. Сондықтан да құрметті оқырман, біздің бағдарламамызды соңына дейін көріңіздер, достарыңызға таратыңыздар, әрине пайдасын берер анық. Бағлан мырза, осы бағыттан алған бетіңізден қайтпаңыз, өйткені біз мынау 2 жыл көлемінде осы алаяқтықпен, лудоманиямен күресіп жүріп, көп нәрсеге көрдік. Ақпараттық түсіндірудің, ақпараттық идеологияның қаншалықты адамдарға пайдасын енді бүгін бермегеннен алдағы күндері беретіні анық. Сондықтан да алған беттен таймаңыз дейміз, жабырқамаңыз бізден. Енді Нұреке менің айтайын дегенім, қазақ айтатын жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Мен енді көріп отқан қазақтың жігіттеріне атқа мініп жүрген, ел басқарып отырған, біреу қызметте отырған шығар, біреу билікте отырған шығар. Бізде енді жоқ емес, көп қой, есті қазақтар көп, намысты қазақтар көп. Сондықтан мен енді бәрін бірігуге шақырамын негізінде. Шындап келген кезде бәлкім менің біздің ұжымның шамасы жетпей жатқан нәрселер болып жатса, халық болып көтеретін, біздің жанымызға шығатын, шынымен елге жан ашитын азаматтар жоқ емес, бар ғой. Мүмкін үніміз жетпей қалған шығар. Сондықтан осы эфир арқылы егер көріп біліп жатса, үнемі бірлікте болуды, бір-бірімізді қолдап жүруді шақырамын. Өйткені ақиқатқа жалғыз шығатын болсаң, ақиқат жолында ол өте қиын. Сондықтан ол маған да, сізге де, ол бәрімізге де жәрдем керек, ауызбіршілік керек. Дайынбыз, оқырмандарға да айтамыз, үлгерсеңіз прокатта жүріп жатқан кинотуарларға барып киноны көруге кеңес береміз. Алдағы уақытта тағы да өзге платформаларда жарық көреді. Міндетті түрде Зеро Қарыз фильмінің 1-ші бөлімінде, 2-ші бөлімінде қарауға шақырамыз. Өміріңізге керек дүниелерді алатыныңыз анық. Сіздермен болған Алаяқ.нет жобасы, сау саламатта болыңыздар.